Баршаңызға бүгін үй жағдайында өте керемет макароннан жасалған сорпа жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдын бізге керек заттарымыз, яғни томатымыз, сәбізіміз, картопымыз, етіміз, пиязымыз, қыстан қалған помидорымыз, яғни қызанағымыз. Ең алдымен майымызды жақсылап қыздырып алып, үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды да салып, жақсылап қуырып, 1 минутқа бетін жауып қоямыз. Яғни 1 минуттан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алып, үстіне су құямыз. Көбіміз мұздай су құямыз. Мен ыстық су құям, қайнап тұрған, себебі сорпамыз өте керемет дәмді, дәмі өте ерекше болып шығады. Жақсы суымызды құйып болғаннан кейін отымыздың астын пәсейтіп, 25-30 минутқа азыра жайлап, астын пәсейтіп қайнатамыз. Астын жай қойып қайнатамыз. Біздің сорпамыз қайнап жатыр. Енді осының үстіне картопымызды саламыз. Астын жақсылап араластырып жібереміз. Картопымызбен бірге біз макаронымызды саламыз. Макаронның түрлері көп болады. Маған осы макарон өте ұнайды. Орташа, яғни орташа макарон, үлкен макарондар болады, кіші макарондар, майда макарондар болады. Макарон түрлері өте көп болады. Осыны тағы да қасықтың көмегімен араластырып, 10-15 минут астын жай қойып, тағы бір қайнатып аламыз. 10-15 минуттан кейін дайын болар кезде біз, яғни дәміне қарай тұзымызды, приправамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Біздің сорпамыз өте әдемі болып қайнап жатыр. Яғни пісті. Ас болсын, өте керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте тойымды. Сіздермен бірге болған мен Ләззат. Сау болыңыздар.